Barchangizga salom, sizlarмен Jadra. Bugun sizlarga samsaning xamirini elib, jayuudu ko'rsatетін bo'laman. Agar video qiziq bo'lsa, so'ngga дейін qarangizlar. Ыдысымызға un solib, üstüne жарты шай қасық тұз сеуіп, bir жұмыртқа салып, соғып, жұмсақ етіп қамыр елейтін боламыз. Оның көлемін жасайтын самсаңыздың санына қарай азайтып немесе көбейте берсеңіз болады. Соған орай жұмыртқа санында көбейтіп азайтсаңыз болады. Қамырды елеп болғаннан кейін жарты сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Тындырып қойған жарты сағаттың ішінде қамырды бір қайтарып елеп алуға кеңес беремін. Сол кезде қамырымыз бір тегіс әдемі болып шығады. Енді жарты сағат өткен соң әдемі етіп, жұқалап қамырымызды жайып шығамыз. Онан соң үстіне ерітілген сары майды немесе қарапайым күнбағыс майын осылай барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай етіп жақсылап орап, пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Егер самса жасауды кейінге қалдырсаңыз, онда самсаның қамырын шамамен 2 аптадай уақытқа пакетке салып, мұздатқышқа қалдыра берсеңіз болады. Ешқандай да бұзылып кетпейді. Самса түзеудің 6 түрлі әдісімен өз YouTube арнамда бөлістім. Ол видеоның сілтемесін описанияға қалдыратын боламын. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Мінекей қамырымыз жарты сағат тоңазытқышта тұрды. Енді ақырындап бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай етіп жасаңыздар. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Басқа да жаңа видеоларымды жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіз. Ал егер де менің видеом ұнап жатқан болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрі комментарийға менен басқа да қандай видео рецептерді күтетініңізді жаза кетіңіз. Енді бөлінген бөлшектерді осылай оқтаумен кішкене ұн сеуіп отырып жайып шығамыз. Біздің самсамыз қатпарлы болу үшін қамырды осы күйінде емес, тігінен қойып, мінекей видеодағыдай үстінен басып отырып жаятын боламыз. Сол кезде біздің самсамыз қатпарлы болып шығады. Мен самсаның қамырын үнемі осы әдіспен жасаймын. Дүкеннен алғаннан көрі осылай жасағанды ұнатамын. Сіздерге де дәл осылай жасауға кеңес беремін. Дәмі де өте керемет болып шығады, әрі қатпарланып, қытырлақ болып шығады самсаларыңыз. Құрметті достар, мінекей осымен біздің самсаның қамырлары дайын. Сіздерге де дәл осылай жасауға кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.